Бүгінгі тойда би-билеп, әлмекке бөленіп, қуанышымызды бөлісуге қош келдіңіздер ағайя. Қазақтай құдаларын қарсы алады, қазақтай құдаларына құрмет көрсетеді, ел бар ма бұл әлемде? Ай жарайсыз, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін мінекей екі жастың құрметіне біздің жаңадан құдаларымыз келе жатыр. Сіздердің табалдырықтарыңызды, сіздердің отбасыларыңызды жаңадан аттап отырған жаңа құдаларымыз келе жатыр. Барлығымыз мойнымызды босаға жаққандай бұрып, жаңа құдаларымызды қарсы алайық. Құда келді, ағайын құда келді. Есім неге шықты деп сұрамайды. 1000 жылдыққа, мәңгілікке айырылмасқа құда болды. Көңіл сырын жасырма, шығарында құдаларымызды қарсы алайық ағайындар. Құда келе жатыр. Айналайын қарадым алтыным ай-ай, ақ жүзіңді көрген бір балтырым ай-ай, көрмегелі көп айдың жүзі олдай-ай, есен аман жүрмісің жарғыным ай-ай, күндіз тұман-ай, оттап тұрған-ай, айналайын көзіңе ашып жұмбан-ай, бейзаттарым-ай, шикшаттарым-ай, құда болып алдыңа кеп жатарым-ай. Ай болмаса аспанда аразадай, бөлек езен өмірлер басарай, жақсылардың кеудесі алған сандығай, кім болмаса сандықты кім ашадай. Күндіз болмағай, отта тұрғанай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай, бейзаттарым-ай, шекжаттарым-ай, құда болып алдыңа кеп жатарым-ай. Ақ тілек болған қылар бұлақ енді, сүйінші құдағимен құда келді. Екі елді жарастырып көр етіп, екі ағайды жарастырып бауыр етіп отырған қос ғашығымызға да ол шапалақтарыңыз ағайын. Ай керемет. Ақ шіркін дейін бе жігіттер? Неуде? Біздің Расул деген қатармен алды. Елінің мақтанышы, терси темірсетін шұдырғы тоқпақтай, екі елі қақпақтай. Ей бұрынғының сиырсы, қазіргінің түрі емес пе? Дәл өзі. Әй жігітім, тоқтарсың бәлкім. Мақтауыңның таңға дейін таусылар түрі жоқ қой. Мүмкін бізге де бір сөз берерсіз. Ал сөйлеңіз сұлу қыз. Қазақта жігітке жету өнерде аз деген сол емес пе ағайын? Олай болса, бағанадан бергі мақтаған жігіттеріңізді мына жиналған дүйім жұрт көргісі келіп тұр. Сіздердің сөздеріңізге естігіңіз келіп тұр, сол емес пе? Олай болса, тегімді таптым, жұлдызымды шақтым деп тұрған асылдың сынығы түріс бәйтерегі, тас шайнап топырақ түгірет жігіт, қарсы алыңыздар, Расулдарыңа шапалағайын. Расул күйеуаларыңызға қошемет қайда ағайя. Кермалайдай, кермараныдай, сағындым сәулем білсем ойлай. Кермаймен келісіп, жүргенімде айырды ойым ойнама. Салып тұрып кермалайдай, кермараныдай, сағындым сәулем білсем ойлай. Ал қыздар көрген боларсыздар, өз көздеріңізге сенген боларсыздар. Біздің сүйер жігітіміз бүгінгі өзінің болашақ жарының анасына, Әлия анасына бір құшақ гүл бар екен. Әлия анамызға гүлді табыстауға рұқсат етіңіздер. Ақбота қызымыздың анасы Әлия анамыз. Қошемет ағайын, қошемет. Сөздеріңізге де сүйіндім. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған демеймін. Бірақ біздің қыздар тексіз жердің қыз емес. Сұлулығы жібектей, өрілген шашы білектей, жүзін айнадан басқа ешкім көрмеген, ерні кеседен басқа еш жерге тимеген мынадай тек дәулеттің қызы ағайын. Бірақ біз сіздер сияқты көп мақтанбаймыз. Қызымыздың бағасын
Қошемет ағайын, қошемет. Әдептен аттап, салт дәстүрді сақтамай, асығыстық танытқандарыңа жол болсын. Егер күйеушіге қызымыздың қолын ұстауға шынымен де асығып тұрса, біздің сынағымыздан сүрінбей өтсін. Ол қандай сынақ? Қыздар, болашақ күйеу баланың көзін байлаңдар. Бір топ сұлу қыздың арасынан сүйіктісін тауып, ең алдында махаббатын дәлелдесін. Ал Расул, сәттілік саған. Осыншама қыздардың арасынан, қонақтардың арасынан өзіңнің сүйгеніңнің қолында. Қошеметтеріңіз болсын Расулдарыңызға. Сөзімен ғана емес, ісімен де дәлелдеді Шамалаға Ал қыздар, мінекей тағы да біздің жігітіміз өзінің махаббатын сөзімен емес, ісімен де дәлелдеп жатыр. Және де өзінің болашақ жары Ақботаға құр қол келген жоқ, өзінің бір құшақ гүлімен келді. Табыстауға рұқсат етіңіздер, арнайы Ақбота үшін. Қыздар,
үлкен ата-әжелерімізден бата алмағанымыз дұрыс емес болар. Сондықтан да Дәмеш әжеміз ордаға шығып бата берсе нұр үстіне нұр болар еді. Келіңіз Дәмеш әже. Той базар, тойлай келдім ай, алтын сақа қолғалы, ойнай келдім құрбым ай. Арысым көп бұл тойда, бауырым көп ай, айтқызсам деп өзіңмен, ойлай келдім құрбым ай. Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сен